Ал сіз білесіз бе? Бұл компаниядағы жалғыз нөмірі 13-ші қалқымалы қақпақты резервуар. Қалқымалы қақпақты резервуардың басқа резервуарлардан айырмашылығы қандай? Неліктен қалқымалы қақпақты және резервуардың өндірістік тиімділігі жөнінде тарқатып айтпақпыз. Компанияның ірі мұнай айдау станцияларында мұнайды қабылдау, сақтауға, көлемін өлшеуге арналған резервуарлар паркі бар. Негізінен жер бетіне орналасқан болаттан жасалған тік резервуарлар қолданылады. Көлеміне қарай 10 мың және 20 мың текше метрлік резервуарлар өндірісте кеңінен пайдаланылып келеді. Негізінен қолданыстағылар төменгі қысымдағы жабық резервуарлар. Қалқымалы қақпақты резервуар 2007 жылы алғаш рет Атырау мұнай құбыры басқармасының Тарас Қасымов атындағы мұнай айдау станциясында қолданысқа енгізілді. Ол алдымен экологиялық тиімділікке бағытталған. Қалқымалы қақпақ резервуардағы мұнайдың 95-98% буланудан сақтайды және қоршаған ортаға шығатын ластаушы заттардың 86-88%-ын азайтады. Яғни қалқымалы қақпақ резервуарда газ кеңістігін азайтудың басты жолы. Сондықтан экологиялық жағынан басымдық берілген. Булану барынша азайғандықтан резервуарда жанғыш газдар болмайды. Резервуарда газ жиналмағандықтан газдың басқа қоспамен араласуының жоқтығынан өрт қауіптілігі төмендейді. Қалқымалы қақпақтың артықшылығы резервуар қанша толтырылса да, оның ішінде газ жиналатындай бос орын болмайды. Мұнайды резервуардан қабылдау, сақтау, сондай-ақ айдау кезінде буланудан көмірсутегі шығыны аз болады. Яғни сақталған мұнай сапасын әрі көлемін жоймайды. Бұл тұрғыда қалқымалы қақпағы бар резервуардың маңызы зор. Себебі сапалы да қауіпсіз. Экологиялық, өндірістік тиімділігі бар резервуардың мұнай тасымалында алар орны ерекше.